Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Жұмсақ корица қосылған бәліш синнабоны дайындаймыз. Алдымен жылы сүтімізге тұз, қант, жұмыртқа, құрғақ ашытқы қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса келтіреміз. Дәл сол массаға ертілген сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Аз-аздан ұнымызды қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Кейін қалған ұнымызды қосып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Дәл осы видеодағыдай болу қажет. Жақсылап илеп алғаннан кейін пищевой пленкамен жауып, 2-3 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Дәл осындай болып көтерілу қажет. Видеодағыдай қылып, жақсылап жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін, ерітілген бөлме температурасындағы сары майымызға қант, корицамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін жайып қойған қамырымыздың үстіне жақсылап жаямыз. Әркім өз қалауы бойынша корицаны қосады, біреулерге аз болғанын ұнайды, біреулерге көп болғанын ұнайды. Әркім өз таңдауы бойынша корицаны қоса береді. Начинкамызды қамырға жағып болғаннан кейін жақсылап ораймыз. Рулет кейпінде болу қажет. Рулет қып орап болғаннан кейін табаларыңызға май жағып, немесе пергамент қағазын төсеп, рулеттерімізді жіптің көмегімен бөліп аламыз. Осындай болып шығу қажет. Шыққан синнабондарымыздың бетін жауып, тағы 15 минутқа қалдырып қоямыз. Синнабондарымыз көтерілгенше помадкасын жасай береміз. Әркім өз таңдауымен жасаса болады. Мен сахарная пудрамен қаймақты араластырып жасаймын. Жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Помадкамыз дайын болғаннан кейін пешімізді қосып, 180 градусқа пешімізді қыздырып қоямыз. Қызған пешімізге бәліштерімізді 30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Піскен бәліштерімізге дайындап қойған помадкаларымызды жағып шығамыз. Піскен бәліштеріміз осындай болып шықты. Егер де ақпараттар пайдалы болып жатса, каналыма тіркелеміз.